Бізге күніне қазіргі кезде 10-15 шақты әйелдер түседі, жүкті әйелдер коронавирустық инфекцияны жұқтырған. Қазіргі кезде біздің бөлімшеде 40 шақты жүкті әйелдермен босанғаннан кейінгі аналар жатыр. Оның ішінде 5 әйел коронавируспен ауырып жатырған, ауыр жағдайда реанимация бөлімінде емін қабылдап жатыр. Енді қазіргі кезде елдегі ахуалдық жағдайға байланысты осы санитарлық эпидемиологиялық ережелерді сақтамай, вакцина алмауына байланысты салыстырмалы түрде соңғы кезде осы әйелдердің саны, бізге түсіп жатқан әйелдердің саны күрт өсуде. Бұның бір себебі енді сонымен қатар жүктілік кезінде әйелдердің иммунитеттері өте төмен болады ғой. Сондықтан да барлық инфекциялық ауруларға ағзасы қабылдауға бейім. Мана айтып кеттік, енді эпидемиологиялық жағдай ережелерді сақтамайды, халық сенбейді, маска кимейді, қолдарын өңдемейді, бір-бірімен амандасып, көпшілік жерге барады. Соның бәрі себеп болып талып отыр. Енді осыны ескере отырып, жалпы біздің осы аналарымыз, болашақ аналарымыз дені сау болу үшін, және де қазіргі жүкті әйелдеріміздің дені сау, аман-есен босану үшін, осы дүниеге аман-есен, дені сау ұрпақ әкелсін десек, осы барлық тұрғындарды вакцина алуға шақырамын. Сеніңіздер, жағдай қазір өте ауыр. Мен вакцина алдым, спутник V вакцинасының 2 дозасында алдым. Ешқандай да енді басында бір-екі күнде бір температура, қызу не болды. Шүкір, қазір жақсымын. Соның арқасында жүрмін. Осындай жүкті әйелдерімізді, халқымыздың дені сау болсын деп соларға қызмет етіп, сондықтан сенуге шақырамын барлықтарыңызды. Әртүрлі қиын жағдайлар бар, қаншама тіпті тек қана жүкті әйелдер емес, қаншама ер адам болсын, әйел адам болсын, аналарымыз, әкелеріміз, өзіміздің әжелеріміздің қаншама өмірден өтіп жатыр осы індеттің әсерінен. Сондықтан да осыларға көмек болсын деп, осыларға көзін жеткізіп, аман-есен осы жерде кішкентай балдарын аман-есен қолдан ұстап шығып кету үшін осы жерде енді күні-түні қызмет етудеміз. Ол менің медициналық міндетіммен қатар адамгершілік қасиетінде, өйткені өзіміз былтырда сондай бір бастан кешіріп ауырдық, өзіміздің ата-анамыз да ауырды. Сол кезде де көзіміз жетті. Сондықтан да барымызды салып, кеш демей, күн демей, түн демей осы жерде қызмет етудеміз.